Ассалаумағалейкум. Жаһан әдебиеті пәнінен өтетін темамыз Латын Америкасы әдебиеті деп аталады. Бұл теманы төмендегіше жобаластырғанбыз. 20-шы ғасыр екінші ярымнан кейінгі дәуірдегі жазушы шайырлар үйретушілігінде милли азатлық темасы. Пабло Неруда, Габриэль Маркес, Хорхе Борхес, Карлос Пуэнтос, Хуан Рульфо. Габриэль Маркестің жалғыздықтың 100 жылы ашқара қамқорлық шығармаларында милли һәм ұлыма инсанилық идеяларының сәулеленуі. Габриэль Гарсия Маркес Латын Америкасы әдебиетінің ірі уәкілі, сиқырлы реализм әдеби ағымының текаршыларының бірі, колумбиялық атақлы жазушы Габриэль Гарсия Маркес аты тілге алынғанда заман әзіргі оқушыларымыз көз алдына ең дәслеп оның үйретушілігі келеді. Габриэль Гарсия Маркес 1927 жылы Кариб теңізінің жағаларында жайласқан Аракатака қаласында дүнияға келген. Оның ата-анасы жұмыс істеу ниетінде Габриэльді атасы менен кемпір апасының тәрбиесіне қалдырып кетеді. Ол балалығынан еркін өседі, атрапындағы әлемге көзін үлкенірек ашып қараған. Атасы оған көп қана ертек, аңыз әпсаналарды, көрінгілерді айтып берген. Орайлы һәм Құбла Америка колониялары қаресілік үшін күрес алып барып жатырған жылдары Колумбияда бұқаралық ұрыстар басталады. Бұл ұрыстан Гарсия Маркес қашып, Картахенде Лас Индияс қаласынан баспана табады. Бұл жерде Универсал газетасында жұмыс істейді. Маркес білімін жетілдіреді һәм іліми жұмыстарынан шетке шықпастан Эрнест Хемингуэй, Билли Уильям Фолкнер, Джеймс Джойс һәм Вирджиния Волф, Франц Кафка һәм Марсель Пруст үйретушілігін пұқталықпен үйренеді. Бұлар жазушының үйретушілігіне һәм дүние қарасына үлкен тәсір көрсетеді. 1950 жылдарда ол арнаулы журналист сипатында Италия һәм Францияға барады. Белгілі уақыт аралығында жасап, сол жерде үйретушілік қылады. 1955 жыллары достар жәрдемінде төгілген жапырақлар деген повесті баспадан шығады. Жазушы роман һәм көрінгілерінде суретленген уақия һәм хадиселер Макондо қаласында жүз береді. Оның бұндан басқа да бірқанша шығармалары бар. Саат, үлкен ананың жерленуі, полковникке ешкім жазбайды, жалғыздықтың 100 жылы, ақсақтың күзі һәм ашқара жауыздық қыссасы. Бұлардың арасында ақсақтың күзі. Онда Латын Америкасын қорқынышқа салған хакім хақында әпсана айтылған һәм ашқараланған. Латын Америкасының көрнекті уәкілдерінің бірі Пуэнтес Карлос 1928-2012 жылдар аралығында жасаған. Пуэнтес Карлос 1928 жыл 11 май күні туылады. Ол мексикалық жазушы, дипломат, журналист, сценарист. Карлос Панамада дипломатлар шаңырағында туылады. Жазушының әкесі ол дәуірде дипломат болып істеді. Бірақ көп өтпестен оның шаңырағы Вашингтонға көшеді. Жазушының жаслығы өткен жерлері Вашингтон, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Буэнос-Айрес. Ол Вашингтонда дәслепкі басланғыш білімін алады. 1944 жылы Карлос Мексикаға келеді һәм ол жерде ата-анасының шаңырағымен бірге 1965 жылға шейін жасайды. Сол дәуірде ол Мексиканың тарихы һәм фольклоры менен қызығып, терең үйрене бастайды. Оның Артемио Курсоның өлімі романы Латын Америкасының тарихына арналған. Бұл эпопеяны Карлос революция дәуірінен бастайды. Бұндан соң 1960-1970 жылдары ол Аура, Семена Кожи романдарын жазады. 2012 жылы 12 май күні Пуэнтес Карлос дүниеден өтеді. Бұның фотолары интернеттен алынған. Диққатларыңыз үшін рахмет.